Бәріне сәлем. Бүгін мен печенье рецептісімен бөліскім келіп отыр. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға қантымызды саламыз. Үстіне какао, шым-шым тұз саламыз. Және де кофе. Сұйық май құямыз. Бәрін лопатканың көмегімен араластырамыз. Біркелкі масса болғанша араластыру керек. Дайын болған массамыздың үстіне 3 жұмыртқа саламыз. Жұмыртқаны бір-бірден жарып салатын боламыз. Ең алғашқы жұмыртқамызды салып алдым. Енді үстін миксерлейміз. Әрқайсысын дұрыстап миксерлеп шығамыз. Енді екінші жұмыртқаны салатын боламын. Енді үшінші жұмыртқаны салып алдым. Миксерлейтін боламыз. Оның үстіне бір шай қасық разрыхитель саламыз. Бәрін дұрыстап араластырып, қопсытқыштың көмегімен массамызға салатын боламыз. Мен бәрін салмай бөліп салдым, 3-ке бөлдім. Дайын болғанша массамызды біркелкі масса болғанша араластырамыз. Қамырымыз өте сұйықта болмау керек, кішкене қою болу тиіс. Бетін пленкамен жауып, морозилькеге 30 минуттай ұстаймыз. Дайын болған қамырымызды қасықтың көмегімен домалақтап, сахарный пудраға домалақтап пісіретін боламыз. 180 градуста 30 минутта пісіреміз. Астарыңыз дәмді болсын. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.